Жыл басында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти бастаған өкілдер арнайы Сауд Арабиясына барып, елімізге 3200 қажылық квотасын алып келген болатын. Сондай-ақ діни басқарманың төрағасы бас мүфти қажылық миссиясының құрамын бекітті. Оның төрағасы етіп наиб мүфти Алау Шайхымұлы Әділбаевты тағайындады. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы аппарат басшысы Ғылымбек Мәжип миссияның төраға орынбасары болып тағайындалды. Одан бөлек миссия құрамына уағыз насихатқа жауапты маман, дәрігерлер тобы, пәтуа бөлімі және журналистер енген болатын. Миссия мүшелері Меккеге жеткен бойда екі топқа бөлініп, Қазақстан қажылары орналасқан қонақ үйлерді аралап, отандастарымыздың жағдайымен танысты. Олардың өтініштерін тыңдады. Тексеру барысында қажылардың денсаулығы, уағыз насихат, түсіндірме жұмыстарының жүргізілуі, қонақ үйдің асханасы, ас мәзірі, ондағы тазалық, көліктердің уақытылы жүріп тұруы сынды мәселелерге баса назар аударылды. Және осы жылғы миссияның жұмысы жемісті болды деп айтуға болады. Неге десеңіз, халықтың барлығымен қамтып, барлығымен кездесіп, уағыз насихат, түсіндіру жұмыстарын ұдайы әрдайым жүрген жерде оларға миссияның 24 сағат жұмыс істейтіндігін айтып, арнайы телефондарының барлығы бекітіліп, бүкіл фирмаларға, бүкіл қонақ үйлерге тарату арқылы ұдайы біздің кез келген қажымен, кез келген қажының қандай да бір мәселелер болса, байланыс жасауға мүмкіндік берілді. Осы қажылықты мейлінше қолымыздан келгенше сапалы, жоғары деңгейде атқаруға тырыстық. Қазақстан қажылық миссиясы жанындағы уағыз насихат тобының ұйымдастыруымен қажылар арасында 20 күнде 260 тақырып қозғалып, 19754 адам қамтылған. Биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасы бас мүфти Серікбай Қажораз қажылыққа баратын имамдармен қажылық кезінде айтылуы тиіс уағыздардың тақырыбын өзі бекітіп берген болатын. Осылайша 18 уағызшы 3200 қажыны толық қамти алды. Одан бөлек миссиямен бірге барған білікті ұстаздар да жиылған жамағатқа уағыз айтты. Жалпы биылғы жылдың уағызшылары іріктеліп, арнайы елімізден емтиханынан өтіп, таңдалынып барды. Оларға арнайы тақырыптар белгіленіп берілді. Тақырыптардың аясында уағыз кітабы да дайындалды. Және де арнайы бүкіл қажылықта кездесетін жерлердің тарихы да құрал ретінде уағызға қосып жеткізу ретінде дайындалып берілді. Қасиетті жерлердің барлығы, яғни тақырыптың ішіне қамтылып, уағызшыларымыз сол қасиетті жерлердің басқасында болып, жан-жақты, яғни уағыздарын жеткізді. Биыл Қазақстан қажыларына 200-ден астам пәтуа берілді. Қажылыққа қатысты діни терең сұрақтар ауызша, жазбаша қойылды. Сонымен қатар WhatsApp желісі арқылы да пәтуа сұрағандарға уақытылы жауап берілді. Отандастарымыз қасиетті мекенге аттанбас бұрын менингитке қарсы екпе салдырған болатын. Ал елден қажылық сапарға барған 3200 қажының денсаулық жағдайына бақылау жасау, дәрігерлік көмек көрсету миссия құрамындағы 3 дәрігер және 18 фирманың өз дәрігерлеріне жүктелді. Қажылық сапардың соңына дейін 2100 қажы дәрігерлік көмекке жүгінді. Қажылық миссиясы ақпарат тарату тобы 50-ден астам жаңалық таратты. Қазақстан ұлттық арнасы, Атамекен бизнес, Асыл-арна, КТК 31-ші арна арқылы көрерменге қажылық турасында ақпараттар берілді. Бірнеше мәрте тікелей эфир қосындары жүзеге асты. Одан бөлек еліміздегі белді сайттарға ақпараттар уақытылы шығып тұрды. Сондай-ақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Хикмет телерадио студиясына дер кезінде қажылық күнделігі деген атпен материалдар жарияланды. Қорыта айтқанда, биылғы қажылық кезінде Мекке қаласында қажылық миссиясының төрағасы Алау Шайхымұлының жетекшілігімен ұлық сапарды ұйымдастыру, үйлестіру жұмыстарына қатысты арнайы алқалы жиын өтті. Онда дәрігердің жұмысы, жолбасшы мамандардың қызметі, қонақ үйлердегі санитарлық талаптардың сақталуы, қажыларға түсіндірме жұмыстардың жүргізілуі, діни рәсімдердің дұрыс орындалуы, тағы басқа мәселелер жан-жақты талқыланды. Сонымен қатар Мекке қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы атынан қажыларға арнайы дастархан жайылды. Оған 200-ден аса парызын өтеушілер қатысып, ақсақалдарымыз бата беріп, арнайы дұға жасады. Жылдағы дәстүрге сай, биыл да Арафатта діни басқарманың ұйытқы болуымен бір мезетте бір ниет шарасы өтіп, оған 300-ден аса қажы қатысты. Білікті имамдар елдің амандығын сұрап, дініміздің қанат жаюына, жастардың шатағынан сақтануын Алладан тілеп дұға жасады. Осылайша қажылық рәсімдерінен кейін парызын өтеушілер Мәдина қаласында болып, пайғамбар мешіті мен қасиетті орындарды зиярат етті. Ең бастысы Мекке мен Мәдинеге аттанған 3200 отандасымыз елге дін аман оралды.